Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі экология дестинациялар менеджментінің 7-ші дәрісі бойынша экология дестинациядағы инфрақұрылым дәрісін өткізетін боламын. Бүгінгі дәрісте біз экология дестинациядағы инфрақұрылым ұғымы, инфрақұрылым негізгі түрлері қандай, тұрақты инфрақұрылым қағидаттары қалай жүргізіледі, әлемдік тәжірибелер мен кейстер мен қазақстандық тәжірибе толықтай қамтылатын болады. Бүгінгі дәрісте біз экологиялық дестинациядағы инфрақұрылым мәнін ашу, оның түрлері мен ерекшеліктерін және тұрақты даму қағидалары мен сәйкестендіру жолдары түсіндірілетін болады. Жалпы дәрістен кейін сіздер немесе дәрістің негізгі міндеті инфрақұрылым ұғымы, экологиялық туризм контекстінде анықтау, экология дестинациядағы негізгі инфрақұрылым түрлері қандай және оны жіктейтін боламыз. Тұрақты инфрақұрылым даму принциптерін талдау болып табылады және әлемдік тәжірибені мысал келтіру арқылы қазақстандық экологиялық дестинация ретінде инфрақұрылымдар жетілдіру мүмкіндіктерін қарастырамыз. Жалпы дәрісте бүгінгі дәрісті толық түсіну үшін глоссарийларға мән беріңіздер. Бұл жерде ең бірінші жаңартылған энергияны айтуға болады, немесе қалдықтарды басқару. Ең бірінші осы қалдықтарды басқаруға тоқтағым келеді, себебі туризм немесе қонақ үй саласы, туризм индустриясы жалпы ең көп қоқыстар шығаратын индустрия болып табылады. Сол себепті қазіргі таңда әлемдік туристік дестинацияларды қарастыратын болса, олар көбіне жаңағы қоқысты өңдеу, қалдықтарды қайта игеру деген осы түсініктерді қалыптастыруда, сонымен қатар олардың тәжірибелерін толықтай қамтып жатыр. Сол себепті осыған көңіл бөлсек. Экология дестинацияда инфрақұрылым ұғымы. Ең бірінші инфрақұрылым дегеніміз не? Ол туризм дамуын жағдай жасайтын материалдық және техникалық базалардың жиынтығы болып табылады. Жалпы экотуризм контекстінде табиғатқа зиян келтірмейтін туристерге қолайлы орта құру болып табылады. Жалпы мақсаты туристерге жайлылық пен қауіпсіздік қамтамасыз ету арқылы қоршаған ортаға зиянымызды келтірмей туризм дамыту болып табылады. Ең бірінші инфрақұрылымның қандай түрлері бар? Ең бірінші инфрақұрылым көлік инфрақұрылымы, өздеріңіз білетіндей ол жолдар, көпірлер, қоғамдық көліктер, экологиялық көліктер немесе ұшақтар, тікұшақтар немесе осы туризм саласында бір А точкасынан Б точкасына жылжуға жаңағы орын алмастыруға мүмкіндік жасайтын инфрақұрылым жиынтығын айтамыз. Тұру немесе орналастыру инфрақұрылымдар, олар эко-қонақ үйлер, этноауылдар, эко-лагерлер, қазіргі таңда осы экологиялық дестинация байланысты айтылып жатқан орналасу инфрақұрылымдарын айтатын болсақ, инженерлік инфрақұрылымдар, ол жерде су, жарық, кәріз жүйесі, жаңартылған энергиялардың жиынтығы жатады. Енді ақпаратты коммуникация инфрақұрылым, ол гидтер, ақпараттық тақталар, мобильді қосымшалар, сонымен қатар осы жалпы ақпарат беретін, жалпы әртүрлі дестинациядағы өзінің ақпараттық инфрақұрылымдар жатады. Сонымен қатар қауіпсіздік инфрақұрылымдар, ол жерде медицина, құтқару, бақылау пункттері кіретін болады. Жалпы тұрақты инфрақұрылым қағидаттары неден тұрады? Бірінші, табиғи ресурстар үнемдеу болып табылады. Ол су, энергия, әртүрлі жылу, жаңа энергия көздерін осы мөлшермен, мөлшерлі түрде пайдалану, яғни жаңартылған энергия көздерін пайдалану, ол күн, жел, геотермалдар, олардың барлығы да осы жалпы экология дестинацияны қалыптастыруға мол мүмкіндік жасайды. Қалдықтарды басқару және қайта өңдеу, жаңа айтып өткенімдей, белгілі бір туризм саласында шыққан қалдықтарды қайта өңдеп, оны қайта пайдалану, ол ең бірінші экодестинацияның негізгі бір қағидаты болып табылады. Жергілікті материалдарды қолдану, бұл жерде мысалы сувенирлерді қолдану, жергілікті қолөнершілердің, жергілікті кәсіпорындардың өнімдерін пайдалану да экодестинацияның ең бірінші қағидаттарын біліп болып табылады. Және табиғатқа немесе қоршаған ортаға минималды зиян келтіруді қарастыру.
Әлемдік тәжірибені қарастыратын болсақ, бұл жерде Исландия ол геотермалды энергияны туризмде ең тиімді қолданып келе жатқан әлемдік деңгейдегі эко-дестинациялардың бірі болып табылады. Оларда көптеген туристер келуде және оларды тиімді бір бренд ретінде қалыптастыруда. Швейцария Альпілері немесе Швейцария таулары. Бұл жерде электр пойыздары, кабельдік жолдар, экотранспорттар, олардың барлығы эко инфрақұрылымдар болып табылады. Сонымен қатар Жапонияда Якушима аралы табиғатты қорғап, минималды инфрақұрылым орналастырылуда. Бұл да Жапонияның белгілі бір өздерінің әлемдік тәжірибелердегі ең негізгі кейстері, сонымен қатар эко-дестинация ретінде дамып келе жатқан жаңа дестинациялардың бірі болып табылады. Енді қазақстандық тәжірибеде айтатын болсақ, бұған дейін айтып өттік, Қазақстан эко-дестинация ретінде өзін позициялауға эко-дестинация ретінде мол мүмкіндігі бар. Себебі ұлттық парктер, жаңағы парктер, сонымен қатар қорықтар, осы негізгі инфрақұрылым осы жерде экотуризм инфрақұрылымдарын дамытатын болсақ, мол мүмкіндік бар. Эколагерлер мен этноауылдар, қазіргі таңда білесіздер, мейрамханалар, эко-ауылдар, эко-лагерлер көптеп, эко-қонақүйлер көптеп салынуда. Ол да бір экология таза туризм үлгілерін қалыптастыруға мүмкіндік жасауда. Ал ең бірінші қиындықтар ол жолдардың сапасы, яғни инфрақұрылымның дұрыс дамымауы, ақпараттық жүйелердің әлсіздігі, мысалы интернет жүйелерінің төмендігі және қалдықтарды басқару деңгейі бізде өте төмен болғандықтан, бұл да бір кері әсер етуде. Енді мүмкіндіктері, яғни айтып өткен жаңартылған энергия көздерін қолдансақ, жасыл қонақүйлер, яғни эко-қонақүйлерді салатын болсақ, және цифрлық сервистерді қалыптастыратын болсақ, Қазақстанның эко-дестинация ретінде дамуына мол мүмкіндіктер бар. Қорытындылай келе, бүгінгі дәрісте экология дестинациядағы инфрақұрылымның мәні қандай, оның маңыздылығы неде деген сұраққа жауап іздеген болатынбыз. Енді жалпы инфрақұрылым дегенде бізде әртүрлі инфрақұрылымдарды қарастырды. Ол көлік инфрақұрылымы, орналастыру инфрақұрылым, ақпаратты коммуникациялық, жаңағы әртүрлі инфрақұрылымдар қарастырылды. Осы инфрақұрылымның барлығын егер де дұрыс ұйымдастыратын болса, экотуризмді дамытуға мол мүмкіндік бар. Жалпы инфрақұрылымды қалыптастыруда біз экотуризмнің немесе тұрақты даму, тұрақты туризм қағидаттарына сай жүргізетін болсақ, біз эко-дестинация ретінде қалыптастыруға Қазақстанның мол мүмкіндік бар. Негізгі инфрақұрылым түрлері ол жаңа айтып өткен көлік, тұру, инженерлік, ақпаратты қауіпсіздік инфрақұрылымдар болып бөлінеді. Енді тұрақты инфрақұрылым қағидаттары дегеніміз не? Ол жерде жаңа айтып өтті. Яғни қоршаған ортаға көп көңіл бөле отырып, кері әсерін тигізбей, жергілікті өнімді қолдану арқылы туризмді дамыту болып табылады. Бүгінгі дәрісте пайдаланған әдебиеттер тізімі келесідей, осыған сәйкес қосымша оқып таныссаңыздар болады. Сонымен қатар өздеріңізге мына жерде көрсеттім, қосымша видеоларды көру арқылы сіздер жалпы тұрақты туризм дегеніміз не, жаңағы әлемдік деңгейде қандай кейстер бар екені, эко-дестинацияларды қалай қалыптастырамыз деген сияқты. Мысалы, мен сіздерге айтамын, осы Бутан туралы документалды осы видеоны да көріп, Бутан мемлекеттік туризмдегі инфрақұрылым минималды экология әсерімен дамыту үлгісі ретінде танысып шықсаңыздар болады. Бұл қосымша видеолар сізге осы дәрісті түсінуге, сонымен қатар практикалық тапсырманы сапалы орындауға мол мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар талқылау сұрақтары, яғни туристік инфрақұрылым талдау, яғни бұл талқылау сұрақтары сіздерге практикалық сабақтағы тапсырмаларды сапалы әрі жан-жақты қарастыруға көмектеседі. Сол себепті бұған да көңіл бөлсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс сіздерге қызықты болды деп
Үміттенемін, күндеріңіз жақсы болсын, сау болыңыздар.